Өзі туралы не айтар екен, қадірлі көрермен, тыңдаңыздар. Қасым Аманжолов өзі туралы сыр шертеді. Өзгеме сөзім айтам өз жайымда, жүректе жалын атқан сөз тереңде тұнып жатқан дауыл күйді тербетіп тулатып бір қозғайында. Аманжол Рақымжанның қасымы мен мен қалған бір атаның ғасырымен біреуге аспандағы асылымен біреуге жұртта қалған жасығымен шарлаған жолым жатыр жер бетінде көрінер көлеңкесі келбетімде қай жерде үзіледі қайран сапар түйін боп өмірімнің бір шетінде сен неткен бақыт дедің келер ұрпақ қараймын елесіңе мен таңырқап жаңғыртып жер сарайын сен келгенде жатармын мен көргенде қырдағымда екі көз екі жұлдыз маңдайдағы көрушен құбылысты қайдағы япырмай сен де бір күн сөнермісің қап-қара түнек болып маңайдағы өкінбен мен де бір күн өлеңімде өкінем ұқсата алмай келемін күніне жүз ойланып мың толғанам өзіммен бір бөлмесін өлеңімде қиялман үгітілген балшық өлең көңілімді көл жасаман тамшымен серінің сертке таққан семсердей өлеңнің өткірім бір алшымен бір күні отты өмірім қалса өшіп қайран ел туған жерден кетпес көшіп торқадай жамылып ап топырағын жатармын өз жерімде бір төмпешіп дариға уа дариға шіркін дәурен басымнан өтермісің бір күн дәурен жалт беріп жоғаларман найзағайдай жүзінде шалқып тұрған күлкім дәурен сондықтан әпкел бері домбырамды кеудеме күйған атты қондырамды берейін өмірімнен өлең жасап шашайын оңды солды мол мұрамды дүнияға келер әлі талай ғасым оларда бұл қасымды бір байқасын дауылдай өртке тиген өлеңімді қасымның өзі емес деп күлім айтарсың дауылдай өртке тиген өлеңімді қасымның
өзіме кім айтар сен.